1868 жылы 12 мамырда Жозефина Миртл Корбиннің өмірге келуі нағыз сенсация болды. Және ол өзін жұртшылыққа бірден назарын аударды. Себебі бойжеткен қос жамбас төрт аяқпен дүниеге келді. Қыздың ата-анасы Уильям Корбин мен Нэнси Корбиннің үйіне ғалымдар қызығушылық танытып ағылды. Себебі Құрама Штаттарда мұндай ауытқумен туылмақ түгілі, мұндай жағдайды мүлде естімегенде. Бұл жағдайдан кейін Миртлдің өзі де, оның отбасы да мұқият тексерілген және анасының жүктілік кезеңінде ешқандай қиындықсыз өткен. Отбасында 4 ұл, 4 қыз болды. Оның біреуі Нэнсидің бірінші некесінен бір қызы болды. Үйде тек Миртлдан басқа балаларының дендері сау болды. Корбиндер отбасын қараған дәрігерлер қыздың әкесі мен анасының бір-біріне қатты ұқсайтындықтары қатты таңғалдырды. Ақ өңді, аласа бойлы, қызғылт шаштарының түсі де бірдей болды. Олар тіпті ағалы қарындастай ұқсас болды. Ол кезде қарапайым халық арасында қандас туысқандық жағдайлар орын алмады. Олардың арғы тегі қандай болғандығы анықталмады. Тіпті ДНК сараптамасы да жасалмады. Миртлдің ата-анасының туыстық жақындығы болды ма, болмады ма, ол да белгісіз. Миртл кәдімгі балалар секілді жақсы дамып, салмақ қосып, денсаулығында ешқандай ақаулықтар болмады. Оның аяғының ұзындығы кішкентай кезінде бірдей болып жақсы қозғалды. Бірақ уақыт өте келе, екінші аяғы дамуын тоқтатып, кішкентай болып өсуін тоқтатты. Миртл есейіп жүре бастағанда, қалған екі аяқтары салбырап тұрған көйлектің астына тығылған қуыршақ сияқты болды. 7 жасында қыз нашар дамыған аяқ-қолдарын пайдалану мүмкіндігінен айырылды. Оларды тек аздап қана қозғалтады. Сондай-ақ оның жұмыс істейтін аяғында қиындық болды. Оның аяғы ішке қарай бұрылып, Миртл қатты ақсап қалды. Ата-аналар өздерінің ерекше қызына жақсы қарады, бірақ олар бұл жеңілдікті жіберіп алмақ емес. Сондықтан Миртлдің әкесі оны 4 жасынан бастап ақша үшін жәрмеңкелерге көрсетті. 13 жасында қыз Бранум және Бейли циркімен алғашқы нақты келісім-шартқа қол қойды. Онда жыртқыш аңдарда, сайық-мазақтарда, акробаттар, жаттықтырушылардан басқа дүние жүзінің түпкір-түпкірінен келген физикалық ерекшеліктері бар адамдар болды. Миртлдің серіктестігі Сиам егіздерінен, ит басы бар еркектен, сақалды әйелден, дәуден және басқа да ауытқушылығы бар адамдар болды. Алайда ол кезде бұндай ауытқулары бар адамдардан одан артық үміт күте алмады. Өзіңіз бағалаңыз, 4 аяғы бар қыз аптасына $450 алды. 19 ғасырдың аяғында бұл қарапайым адам үшін керемет сома болды. Миртлға өзінің жұмысы ешқандай қиындық тудырмады. Ол жай ғана сахнаға шығып, қарапайым би билеп, содан кейін барлық аяқтарын шайқап орындыққа отырды. Мүгедек баланың бұл қарапайым әрекеті қомақты қаржы келіп, ата-анасы мен бауырларын асырады. Ол кәмелеттік жасқа толғаннан кейін де бұл ісін жалғастыра берді. Басында кеміс болып туылғанына ұялған Уильям мен Нэнси қателесті. Олардың қызы өзінің кемшілігіне қарамастан ер адамдардан да артық табысты болды. Жаздың күніндей нәзік бақыт ұзақ болуы мүмкін. Цирк плакаттары Миртлді осылай сипаттады. Ол өмірде де солай болды. Көңілді, қарым-қатынаста жағымды және өте мейірімді. Әрі қыз өте жақсы оқитын, байсалды болды. Қыздың керемет қызыл шашы, ашық көк көздері және жарқыраған күлкісі болды. Қыздың айналасында көптеген ауқатты ер адамдар да болды. Бірақ Миртл өзі шынайы жақсы көретін, қарапайым тұрмыс тіршілігі төмен адамға 19 жасында тұрмысқа шығады. Оның күйеуі дәрігер Джеймс Клейктон Бекнелл болды. Тұрмысқа шыққаннан соң Миртл жолдасының тілегін орындап, цирктегі жұмысынан шығады. Ол бір уақытта гуманитарлық білім алумен бірге үй шаруасындағы әйел болды. Үйлену тойынан 1 жыл өткен соң Миртл ішінің төменгі жағының ауырсынуын сезініп, жүрегі айныйды. Дәрігер күйеуінің болжамы расталып, Миртлдің аяғы ауыр болды. Жүкті әйелді тексерген дәрігерлер тағы да таң қалды. Оның 2 қынап және 2 жатыры болды. Алғашқы жүктілік әйел үшін ауыр сынақ болды. 1-2 айдан кейін Миртлдің жағдайы нашарлағаны сонша, дәрігерлер түсік жасатуды талап етті. Бірақ Миртлдің дені сау және бала туа алатындығы анықталып, ол өмірге дені сау 5 баланы өмірге әкелді. 4 қыз және 1 ұлы болды. Өмірінің соңғы жылдары 41 жасында әйел циркке қайта оралып, Миртл Корбин есімімен өнер көрсетуге шешім қабылдады. Күйеуі оның қайта оралуына қарсы болмады.
өйткені оған отбасын жалғыз асырау қиынға соққан еді. Цирк әртісінің танымалдылығының шарықтау шегінен бері жылдар өткеніне қарамастан, Миртл жұртшылықтың назарын тез қайтара алды. Төрт аяқты әйел өмірінің соңына дейін, яғни 60 жасына дейін өнер көрсетті. Миртл Корбиннің оның анатомиясының ерекшеліктері емес, қарапайым стрептокок инфекциясының салдарынан көз жұмды. Қайғыдан қан жұтып отқан жары мен балаларына көңіл айтудың орнына журналистер, ғалымдар шабуыл жасады. Олардың барлығы мәйітті көргісі келді, ал кейбіреулері тіпті оның денесін сатып алғысы келді. Әйелінің денесін ешкімнің қорлауына жол бермеу үшін денесін қабірден ұрлап кете ме деп қорқып, Джеймс табытқа қалың бетон қабатын салуды бұйырады. Бірақ оның жаратылысына жұртшылықтың қызығушылығы біткен жоқ. Тіпті Америка құрама штаттарында бірнеше алаяқтар Миртлдікінде жалған аяқ салып, халықты алдап, гастрольдік сапарларға шығып ақша тауып жүрді. Ең сәтті өтірік Эшли есімді ойдан шығарылған әйелдің оқиғасы. Журнал беттерінде ол әйелдің 4 аяғы бар екендігі, сонымен қатар өмірлік серік іздеп жүргендігі жазылады. 7 жылдан соң оның күйеуге шыққандығын және ана атанғандығы айтылады, және жұмысын ауыстырып басқа жаққа көшіп кеткендігі баяндалды. Содан кейін бірнеше жылдан кейін бұның барлығы өтірік екендігі анықталды. Ешқандай Эшли есімді 4 аяқты қызды болмағандығы шындық ашылды. Бұл журналистердің халықты қызықтырып, өздерінің пайдаларын ойлағандығы болып шықты. Дегенмен 4 аяқты сәбилер дүние жүзінде бірнеше рет өмірге келген. Ғылыми тұрғыдан бұл ауру қазір каудальды дупликация деп аталады және хирургиялық жолмен сәтті емделеді. Қазақша арнаны қолдап, жаңа видеолардың шығуына үлес қосқыларыңыз келсе, жай ғана каналға тіркеліп, лайк басып, комментарийге өз ойларыңызды қалдырып кетіңіздер.